Туғандар, ассаламу алейкум. Азыр город Нахабиноға келіп қалдым, туғандар. Бұл жерде Снежок таксопарктың бұл жерде да филиалы бар екен. Егерде бұл жақтағы біздің подписчиктер отырған болса, город Нахабинода туғандар. Ушул жерге келіп, машинелерді арендаға алып таксини қылсаңыздар болады туғандар. Комфорт плюстар 3000-ден бір күн выходной менен, экономдор 1800-ден бір күн выходной менен туғандар. Бұл городта дағы машинелер выкупқа беріліп отырады. Мурдағыдай эле условиялар менен, без первоначальный взнос туғандар и арендаға дағы без первоначальный взнос туғандар. Выкупқа сүйлөшүп, ошол номерлерге чалып, машинелерди без первоначальный эле келип, машинелерди алып, таксини кылсаңыздар болот туғандар. Адресин, телефон номерин видеонун астына жазып коем туғандар. Айта кеткендей эле, город Нахабино, так, улицасын видеонун астына жазып коем. Телефон номерин да туғандар. Бұл жақта 20-30 машина тұрады. Бұл жақта жақтар тұрады туғандар. Мынакей бүт сон болып бұл жақта тізіліп туғандар. Ошондой. Ийгилик барыңыздар канда, кеттик анда видеону дальше уланталы. Так, туғандар кеттік бұйырса. Ишти дальше улантабыз. Азыр заправкаға келіп машинаны заправка болғандан прям заправка болып жағылайын. Күтө тұрғыла 5 минут. Так, кеттік туғандар. Көп күтіп қалғаныңар бар. Кофені алдым. Кофені içeriz, az машиненің фотоконтролын сұрап қалыпты. Ең бір несі айтып берейін дегендер үшін қылаптас машиненің фотоконтрол өтейін. Камераны да қойайын туғандар. Айта кеткендейлі, өткенкі видеолардан бері бүт барыңыздарға айтып отам, қайра-қайла туғандар бұйырса 100 000 болса, каналда 100 000 подписчик болса, $1000 неме қылып, розыгрыш қылып каналда ойнатам деген туғандар. Айтқам, каждый жұма сайын жанағын теп жақшы комментарий жазып активный болған подписчиктердің ең жақсы-жақсыларын таңдап алып, 1000 рубльдан жұмасына 1000 рубльдан қотарып тұрам деген туғандар, әрбірін атын шығарып туғандар, каналдан көрсетіп, айтып деп, каждый чегіне көргізіп тұрам деген туғандар. Бұйырса мынакей, айта кеткендейлі, $1000 бұйырса мынакей, даяр, $1000 даяр, 100 000-ге аз қалды, какой-то бір жарым мыңдай подписчик қалды оқшайды туғандар, мынакей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ровно $1000 бұйырса, ұшындан жұма сайын 1000 рубльдан салып тұрам туғандар, активный болған подписчиктерге. Чын, алдамай жоқ ешкімді туғандар. Бұйырса, активный болсаңыздар, условиясы қандай? Шығып атқан видеоларға лайк басып, комментарий жазып туғандар. И обязательно Instagram каналға жазылыла туғандар. Инстаграмдарға жазылсаң, ссылкасын обязательно жазып қойым. Нұрғазы, нижний пробел 0905 деп жазсаң, Инстаграмдағы шығады туғандар. Жаңағы фальшивый екен деп егілі туғандар. Мұны қарасаң, жаңағы переливация етіп немелерін көріп отырсың онда. Фальшивый Нұрғазы алдап отыр, таңдай мындай емес, жоқ туғандар. Ошондай туғандар. Анан жаңағы қандай десем, жақсы нәрсе айтсам, көңіл бұрбайды да туғандар. Жаңаға маған не касается туда-сюда депші, көңіл бұрбайды. Жақсы сілерге бір история айтып берейін, бір шыққандың историясын туғандар. Bir күні фермер сарайға жаңағындай мышаловка деп қойды, қапқан қойды. Қапқан қойып, аны шыққан көреді дағы, шыққан барып, бүт жаңағы сарайдағы, атқанадағы жануарларды чоғылтып, ұшындай фермер мені қармайым деп, мышаловка қойды десе, ал сенің проблемаң, өзің шешіледі дағы, шыққанды четке сүріп қойып, бардығы тетіре қарап басып кетіп қалады. Арадан өтпейлі, жаңағы фермер қойған мышаловкаға туғандар, жылан түшіп қалады. Фермердің аял уйсайын деп сарайға кіргенде, жаңағы құйрығы қымшылып қалған жылан фермердің аялын чағып алады.
Fermerдің аялын чағып алғандан фермердің аялының ахвалы оор. Не қылыш керек? Дарылаш керек, тамақ аш қылыш керек. Барып, жанагы атканадағы жануарлардың арасынан тоқты сүйреп шығады. Шорпа қылып, аны-мыны қылып аялын баққаны. Көп өтпейле қатыны оор баштайды. Ақша керек болып, қойын сатады. Андан да көп өтпейле аялы қатты ауырып туғандар. Аялы қаза болып қалады. Фермердің аялы. Анан не қылады? Похорон өткөзүш үчүн, анан кейін барып уйду жетелеп чыгып, уйун соёт туғандар. Эми бул историяны айтып бергенде эмне туғандар? Көрдүңүздөрбү? Жанагы бир мышеловканы эч ким кенебей коюп, ошол мышеловканын аркасынан бүт бардык жануарлар биринин артынан бири кетти. Мындайча айткандачы, тоок союлуп кетти, кой сатылып кетти, уй союлуп кетти дегендейчи, ошондой да. Ошон үчүн анча-мынча проблемаларды общий көз караш менен карап, ушуга серьезно карай билсек тугандар, буюрса бардыгы жакшы болот тугандар. Жашоодо деле, теги жашоодо деле тугандар, ушундай кылыш керек. Ошондой тугандар. Кеттик анда 18-ине билет алып койдум. Буюрса 18-и после обед Бишкекке барып калам. Билет алып койдум. Буюрса 18-и барам. 1-2 күн ал жерде сүйлөшөбүз. Умрага кетип аткан жанагы немелер менен. Андан кийин буюрса 20-сы түнү, 21-ине караган түнү буюрса умрага учуп кетебиз тугандар. Ушундай. Колдоп коштоп турганыңыздарга чоң рахмат. Видеону дальше улантабыз. Бүгүн кандай иш болот экенин дагы сиздерге толук көргөзөм тугандар. Кеттик анда. Мясницкая 13 же, да? Строение 1. Да, Мясницкая. Так, 13. Короче, азап эле болуп атат центрде. Бир нерсени табып, бир жакка алып келип, жеткизишчи 1275 рубль келдим 23 мүнөттө. Он наоборот астыга кетип атат да, аркада калды болчу бир неме адрес. Миски коюп болсо болду эми. Так, экинчи заказга кеттик. Поехали. Здравствуйте. Добрый вечер. Так. Новая Черемушка 13, да? Правильно. Хорошо. Извините, что... Да нет, очень приятно. Нет, очень приятно было с вами ездить, честно говоря. Так, угу. Все. До свидания. До свидания. Так, туғандар. Тоже ветеран войны екен. Недавно Украинадан келдім, ранен болып дейді. Здравствуйте. Я к вам, да? Да? Так, Мосфильмовская, да? Хорошо. Вроде указано было 3-й подъезд. Не туда подъехал, что ли? Так, Мосфильмовская келіп қалдым. 20 минут. 860 рубль алды. Блогерсің бе дейді, десем, молодец, қанша подписчигің бар дейді. Около 100 тысяч десем, да ты что, дейді. Молодец, дейді.
Ayılıp hancarı sezimge sağınıp seni saror bolğon kezimde ak tolkun bolup ak solkun bolup görünçüm ağay beriştim ak tolkun bolup ak solkun bolup görünçüm ağay beriştim. Ay barakelli barakelli barakelli. İşte lan talep. Arno kaset bitti. Новослободская улица, 31 строена 1 дейді. Арно концерт бітірмен сразу заказ берді ғой. Қая қойды екен енді. Вообще тишина мне кетірші. Орыстар өліп қалғандай ешкім жоқ қой. Тишина көшелерде ешкім жоқ. Коэффициенттің кысы дағы жоқ. Қалғанды айтпайлы ғой. Тишина было. Вроде рабочий день, четверг, пятница уже. Чего устав жаққа кетіп қалды екен демалғаны. Ладно, бара берейікші. Здравствуйте. Вечер добрый. Здравствуйте. Садовая Сухаревская, 8, да? Дробь 12. Да. Модный мультик. Разрешите? Да, конечно, сейчас. Давайте сначала ваши поищу, так будет Да, быстрее. вот мастер. Пожалуйста. Сейчас. Ваша помощь, потому что мне нужно будет открыть багажник. Единственное, Да, я конечно. оставлю все, телефон в сумке, потому что мне просто руки нужно. Telefonumu aldırdım, sumkamı aldırdım dedi. Kameradan cevap koyayım. Olacak, sivetin güyüz. Anam paranım çoğuldu da biliyorsun. Так. Все, иду. Хорошо. Тимур? Ну какой, он залез на стол и... Ты кому-то Я его... отправлял? Нет. Ты, подожди, нет, у меня вопросики, подержи. Никогда не хотелось бы вот это вообще все понимать. Слушай, не лази. А что это Не такое? выясняла бы ты. Знаешь, А что как, это такое? как сдается?
Ну, потом нажался. Я у тебя убирал, видишь, все, вот нажался. А, это было дома? В Ну, нашем домике? Да. Ну, нажался, но говорил, что я вас всех ненавижу. Вот держите, блин. Видишь, что творит? А, блин, я же даже это... Я даже ему не показал, блин. Походу там видео нормально. Ну-ка включи звук. Я даже забыл, что это такое, блин. Ну, я сначала. Ужас, блин. Слушай. Это я ему хотел на утро показать, видимо. Он нажался. Слушай, открой это. Лен, открой эту штуку. Пожалуйста, ты охренел? Ну, Это лучше ноги слышно. Я вообще лучшее, что случилось в твоей жизни. реально? И ты, блядь, не веришь пока? Пока Ну, да, я тебе получается. даю, блядь, время, чтобы ты И куда мы поверил. едем? Домой. Адрес забит, интересно. Не знаю. Мы на Кутузовске же, да? На Кременчугскую? Слушайте, а у вас камера прям такая Да. на вас выдвинута? Да. Ничего себе. Вы себя снимаете? Да нет. Ты тоже Да, тут вы себя красивый, снимал, красивый слушай. мужчина. Вот эта фотка мне нравится, смотри. Вот это мне нравится. Я в сторону смотрю, ты тоже в сторону. Тут такие шикарные, понимаешь? Вот эту фотку, поставь лайк. Надо поставить лайк. Ну, да какой лайк? Лайк, Кому? чтоб ты понял. У меня нет такого. Потому что у тебя потом... Что такое лайк? Потому что у тебя в фотоальбоме потом будет отображаться в лайканных фотках лучшие фотки. Да. Глупость. Ты Что? выпустишь даму. Ну, конечно. У меня есть мужчина, он выпустит даму. Да, пожалуйста. Да. Благодарю. Спасибо. Доброй ночи. Мужчина что-то расслабился. Пускай работает. Я выпускаю даму. Муж, руку подай. Охреневший. Я выпускаю даму. Пускай джина из бутылки. Я выпускаю Кракена. Yo'lkilar kraken olib qolibdir. Yo'lki zakazlar вообще кошмар bo'lib atibman. No bonus beribdir biroq. Qancha deydi? 90 zakazga 17 ming, 30 zakaz qilsang 5 ming, 45 zakaz qilsang 8 ming, 60 zakaz qilsang 11 ming, 75 zakaz 14 ming, 90 zakaz 17 ming deb bunday bonus beribdir. Xuddi 30 qilsam dedi 5 ming tushib qoladi ekan. С небес bo'lib buyog'i. Вообще никакого коэффициента, никакого нормального заказа нет. Qancha oldu deyman, qancha oldu deyman. 6 mingga ishlab chiqqandan beri. Tak, tuğandar, uyga kelib qoldim. Soat 3:30 bo'loyin deb qolibdir. Bugun ish ancha o'xshaydi. Plus minus 6 mingga ishladim. Kechki soat qanchada chiqdim ele? 10'da başlagan ekenmiş. Saat 10'dan başlayıp 3 geçeyim. Kanca oldu? 5 saat bulav. 5 saat. 5 saat 6 min geç dedim. No. Adam çok bulup gitti. Vapşe sentre geçiyorsun adam yok. İturarak adam yok. Tıp tınçılı. Gayişnikten milisadan başka hiç kim yok tıp tınç. Koy dep büyüge geleverdim. Prostele tuda şuda jönne katat set öyle. Toplivan ne şoru olup tuğanlar. Oşunday. Altıda жалаңгана жакшы видеолор болмокчу туугандар, айта кеткендей эле сонун розыгрыштар. Так что каналга жазылып, лайк басып, комментарий калтырып, активный болуп берсеңиз буюрса сонун видеолор, сонун розыгрыштар алдыда жана. Так. Дагы эмне калды? Ошондой туугандар. Ийгилик барыңыздарга. Эми видеодо көрүшөбүз.